және акварельден жасалған және 2021 жылда пайда болған туынды. Суреті кенет майлы бояумен салынған, 1973 жылы салынған болатын. Бұл біздің қазақ даласының ұлы суретшілерінің бірі Әбілхан Қастеевтердің ең танымал да ең көрікті суреттерінің туындыларының бірі болып табылады. Бұл бізде түрксіб суреті 1969 жылы салынған. Бұл осы туынды түрксіб атты туындысы кенеп пен майлы бояу техникасы арқылы салынған.